он шақты аудио жібереді да, хо-хо-хо, кербез, мен айғырмын ғой, айғырмын деп. Менің контентімді білсеңіз, мені жұрттың бәрі бір қатыгез, сондай деп ойлайды. Менің білуімше, сіздің бірінші бітірген оқу орныңыз суретші, художник па? Жоқтықты мен әкемнің жоқ болғанын қатты сездім. Сол Мгм. нәрсені ұлым сезбесінші деп, ең бірінші қағидам сол деп айтуға болады. Демек, қыздар, Мгм. әкесіз бала тәрбиелесек те, жақсы, керемет тұлғаны тәрбиелеп шығаруға болады екен. Конкурстарға қатысып орын алып жатқан кезде жұрттың бәрі айтады маған, суретші боласың, күшті атақты суретші боласың ау осы деген кезде, мен сол кезден сәулетші боламын деп армандайтын. Түсінікті, рас айтам. В общем, қыздың рекомендациясын ашасыз, көресіз, өзіңіздікіне қарайсыз, салыстырасыз. Егер сіздің рекомендацияңыз жаңағы сапасыз контент болады ғой, юмор ниже пояса болса, қыздың рекомендациясы саморазвитие болса, ол қыз сізге жарамайды. Армандар орындалады. Осы күнді 25 жыл бойы күттім. Бұл не күн? Мен бала кезден теледидарда жүргізуші болып, әдемі сөйлеп, маған көпшілік қарап мені тыңдаса екен деген арманмен өсіп келе жаттым да. Бір 19-20 жасымда тикток жүргізіп, инстаграм жүргізе бастадым. Сол кезде ойлайттым, әй, осы мен тиктоктарымды бір продюсер немесе бір редактор көріп, біздің бағдарламаға жүргізуші болып келіңізші деп шақырады деп. Күтіп, арманның орындалуын күтіп қажет емес екен, өзің орындауға кіріспесең орындалмайды екен деп, бүгін мен YouTube арнама алғашқы подкаст түсіріп жатырмын. Дебют, және менің алғашқы қонағым Эльзат Мұқаш деген мырза. Қазіргі заманда қазақтың ұлттық дизайн интерьері деген стильді, дұрыс айттым ба? Дұрыс. Дамытып жүрген, қазаққа үлкен үлес қосып жүрген кісі. Бұл адамды мен қатты сыйлаймын. тикток, инстаграм, ютуб арналарыңызды үзбей көріп отырамын. Көптеген сұхбаттарда сіз дизайн туралы, бір дизайн тәрбиелейді деген тақырыптарда сөйлейсіз да. Бірақ мен бүгін сізді тұлға ретінде ашқым келіп отыр. Адами құндылықтарыңыз, отбасылық құндылықтарыңыз және бала тәрбиелеу тақырыбында бірнеше сұрақтар қойсам деп шақырып отырмын. Бәсе, мені басқа қырынан ашам деп отыр екенсің ғой. Мен кеше мына тақырыпты естіген кезде, бала тәрбиелеу, мен дизайнер, мен не үшін бұндай тақырыпқа шақырып жатыр деп ойланып отыр едім. Енді түсінікті болды. Сені құттықтаймын. Рахмет. Арманыңа жетуіңмен, алғашқы қадамыңмен. Ал енді ары қарай дамып, осы подкастың миллиондаған қаралым жинасын. Әумин. Неге сізді таңдадым? Жалпы нағыз еркек деп сізді санаймын, өз басым. Сосын бізде қазір ер адамдар ез болып кетті дейді, біреулер тиран болып кетті дейді да. Сол тұрғыда әйел адамдарды шақырып осы тақырыпты талқылайын десем, біз қазір еркектер жамандап, мына жерде қандай подкаст түрге жатсың дегенде еркектер жамандаймыз ау деп жүрдім да. Сосын бұл тақырыпты ер адаммен қозғаған дұрыс болар деп. Лайықты адам деп сізді таңдадым. Неге? Өйткені жалпы сырт келбетіңіз өзі прям қазақтың жаңа ой өрнек салынған киім киесіз, нағыз еркек деп. Және бір үлкен шығармашылық салада жүрсіз, қазақ даласына үлкен үлес қосып жүрсіз. Мен өзім сізді жаңағы қазіргі заманның данышпан адамы деп санаймын, шыны керек. Кеше бір подкастыңыз тыңдадым да, болашақ қала жаңа Хақназар жобасы деген секілді нәрселерді естіп, кәдімгідей риза болдым сіздің жаңа ойлау қабілетіңізге, армандарыңызға, жоспарларыңызға. Сіз сияқты ұлды қалай тәрбиелеу керек? Кім тәрбиеледі, қалай тәрбиеледі, балалық шақ қалай өтті? Сол қызық маған. Қызық екен, қалай жауап берерімді білмей қалдым ғой. Негізі менің ұлым бар. Есімі Хақназар. Хақназар жобасы дегенде өзімнің ұлымның атымен қойып, сол жобаның атын. Мен негізі ешқандай методика, зерттеу, қалай тәрбиелеу керек еді, интернеттен іздеп, ондайым мүлдем жоқ деп айтуға болады. Мен көбінесе өзімнің логикама және тәжірибеме сондайға сүйеніп, солай тәрбие беретін сияқтымын.
жан жаққа қарап сіздің деген сияқты. балаңызға беріп жатқан тәрбиенің шет жағасын көрдім. Оны қазір сосын талқылаймыз. Сіз туралы білгім келіп тұр мен, балалық шақ туралы. М, өзім балалық шағымды айтып берейін ба? Иә, қиын сұрақ па? Қиын емес, ол ұзақ әңгіме, оның қай Терапия жерін басталды деп па? бәсе өзіңді де психолог ретінде білетін едім мен. Осындай бір нәрсені сезіп жатқанмын. Психологтың кабинетіне келгендей боламын ау осы. Қазір менің балалық шағымды біраз зерттейтін Жоқ, мен сияқтымыз деп. жақсы жағынан білгім келіп тұр да, өйткені Мгм. жаман жағы жоқ. Мен анандай қандай травмаларың бар деп сұрайтын сұрақ емес та. Психологтың кабинетінде солай сұралады ғой. Мгм. Сізді мен жақсы жағынан танып отырғаннан кейін. Ең басты ақпарат мен әкесіз өстім Мгм. негізі. Қаншалықты банально болмаса да, бірақ сол жоқтықты мен әкемнің жоқ болғанын қатты сездім. Сол Мгм. нәрсені ұлым сезбесінші деп ең бірінші қағидам сол деп айтуға болады. Әкесіз өстіңіз. Мен де қазір баланы жалғыз тәрбиелеп отырған анамын да. Демек, қыздар, Мгм. әкесіз бала тәрбиелесек те, жақсы, керемет тұлғаны тәрбиелеп шығаруға болады екен. Не ықпал етті сіздің осы қазіргі болмысыңызға, жаңағы қазақи бір ұстанымды, асқақ армандарды, бір асқақ идеяларды ұстанып келе жатып, соларды іске асырып жатқаныңызға? Ол қайдан келді ол тәрбие? Қиын сұрақ екен. Қайдан келді дегенде, Солай бала, туыла ма әлде адам? білмеймін, бала кезімде мақсат болды. Мақсат, арман болды. Жаңағы қанша жерден суретті күшті салсам да, сурет мектебінде оқысам да, қалалық бір күшті Мгм. жаңағы конкурстарға қатысып орын алып жатқан кезде жұрттың бәрі айтатын маған: суретші боласың, күшті атақты суретші боласың ау осы деген кезде, мен сол кезден сәулетші боламын деп армандайтынмын. Мгм. Менің білуімше, сіздің бірінші бітірген оқу орныңыз суретші, художник па? Қалай Иә, мамандығыңыз? бейнелеу өнері Иә. мамандығын бітірген болатын. Бізде мынандай стереотип бар ғой қоғамда, художники все бедные деген. Мүмкін сол, иә, мен жаңағы суретші боласың дейтін кезде кішкентайымда, жоқ, мен суретші болмаймын, сәулетші боламын деп Мгм. айтатын. Өйткені Қалай түстіңіз суретшілікке түскен кезде? Ешкім кедергі келтірмеді ма? Ой, қайтесің бұл мама, одан да юрист бол, ол бухгалтер бол деп. үлкен негізі әңгіме, ол жерде себеп көп болды. Казгасаны мен 4-ші сыныптан, ол Алматыдағы Мгм. Казгаса, әйгілі архитектуралық академия, оны 4-ші сыныптан армандап жүрдім. Бірақ десек те мен бірінші мамандығым өзімнің Кентау қаласына жақын, Түркістан қаласында МКТУ университетінде бейнелеу өнер факультетіне түсіп кеттім. Бірақ бір жыл болмай, сол 1-ші курста мен түсіндім, Аха. дұрыс емес нәрсе жасап қойған. Бейнелеу өнер, мен онсыз да сурет сала аламын. Сурет несіне түскеннен кейін, оқуына түскеннен кейін мен мұғалімдерімнен кем салмайтынмын, артық салмасам. Сол кезде оқып жүріп, мен ешқандай білім алып жатқан жоқтығымды сезіп, менің арманымнан алшақтап кеткенімді сезіп, сол кезде бір өкінген шағым да болды. Мен жыл сайын Аха. 1-ші курс бітірем, сөйтіп Алматыға келем, Мгм. қалай ауысуға болады деп ізденетінмін. А. Казгасаға келем, жаңағы болмайды, сен ауыссаң, сен 1-ші курстан түсесің, сен гранттан айырыласың деп 3-ші курстан кейін, бірақ мен не қылдым ғой, көндім ғой, жарайды, ананы бітірем де, бәрібір нешінші курстан түссем де осы Казгасаға түсем, ақыры арманыма жетем деген сияқты бір. Қандай қуат жатыр десеңізші, мақсатқа жетуге Мгм. тайынбау, сынбау деген қабілет, ол әр адамға берілмейтін қабілет та. Мгм. Осы қабілетіңізге прям ризамын. Сөйтіп бір не берді. Сол кезде бір мұғалім бар еді, жақсы. Бір идея айтты. Ол жерде 1-ші, 2-ші курста архитектураға оқып жүрген кезде 3D программалар, сондайларды жақсы үйретеді екен да. Сол разницаңа жетіп алу үшін сен бір сертификат беретін курс өтіп ал дейді да. Сенде 1 ай уақытың бар. Соны өтіп алып келсең, қанша кредит, сол азаяды. Сол кезде мүмкін 3-ші курстан түсесің дейді ғой. Мен соның бәрін біліп алғаннан кейін Шымкентке асығам. Шымкентте, жаңағы Шымкент қаласына келем дағыны, анандай курс үйрететін компьютерный программалардың курстарына барам. Барам да, менде 3 апта бар. Маған 3D Max, AutoCAD, Photoshop, Corel Draw 4 программаны үйрет деймін ғой.
мен Алматыда да сөйтіп тауып алуыма болатын еді, бірақ Мгм. білдім да бұл жерде 3 аптада ары кетсе бір бағдарламаны үйренесің ғой. Маған ол сертификат бермейді. Ал Шымкентте бір нәрсе алып келісіп алуға болады деген сияқты оймен бардым. Бірақ сол 3 аптада мен сол 4 бағдарламаны меңгеріп аламын ғой. Мгм. Шын мәнінде мен жай сертификат алып кетсем болатын еді. А. Бірақ мен ынтам соншалықты болды, мен күндіз-түні отырамын ғой. Ол кезде қиын заман еді, ақша жоқ еді. Ал Казгасаға түсу, қателеспесем, жылына 600 000 теңге шықты разницамен. Мен ақыры соңына дейін айттым ба, жаңа 3-курсқа түстім, жаңа Түстіңіз, сертификатты иә. алып келіп. Сол кезде кішкене ғана разницаның түсін өзімен санағанда жылына 600 000 теңге. Ал Аха. біздің үйде анам ондай ақша таппайтын. Мгм. Соның өзінде мен басқа бір жоспарлармен келдім. Анам бір нәрсе қылып табамыз ғой, түс, жарайды, сенің арманың деп айтқаны бар. Сол үшін мен анама разымын. 2020 жылы бізде карантин басталды ғой. Мгм. Сол кезде не болды? ТикТоктан ба, Инстаграмнан ба менің түсірген видеоларым рекомендацияға шығып, а, таныла бастадым. Мгм. Сол кезде мен жағамды ұстадым. Кәдімгідей шошып кеттім. Маған мынандай сообщениялар келді да, мына бір жерде Мгм. қоссам ұят болады ма екен? Қоса салайықшы. Кербезденіп кетеді осы кезде, мен айғыр болып тұрған кезде, айғырланып ыршып тұрған кезде бар ғой. Мына кісі осылай 10 шақты аудио жібереді да, хо-хо-хо, кербез, мен айғырмын ғой, айғырмын деп, жаңағы телефоныңды берші деп. Одан кейін Инстаграмда номерім көрініп қалған ғой. Мгм. Күні түні телефонға маза жоқ, осындай жаңағы таныспадық па, сағатың қанша тұрады, сен маған ұнайсың деген секілді ер адамдар кәдімгідей маза бермей кетті да. Мгм. Ол әйел адамдардың қазіргі замандағы проблемасы секілді да маған. Мгм. Әйел адам танымал болса, сондай ұшырайды да, сондай бір атакаға. Мгм. Мужское внимание дей ма, нездоровое, білмеймін, енді бастан кеткен біреулердің Ондай білмейді екен. вниманиясы. Бізде Сіз танымал болған кезде жоқ. қыздардан внимание келді ма? Жоқ. Менің контентімді білсеңіз, мені жұрттың бәрі бір қатыгез, сондай деп ойлайды. Аха. Бір андай жақындауға Қорқады. қорқады. Иә. Қыздар да қорқады. Қыздар түгіл, еркектер көбінесе көшеде келген кезде әрең бүйтіп амандасып, суретке түсіп сөйлескен кезде, сіз мынандай екенсіз ғой. Мен бағанадан бері батылым бармай тұрса, ұрысып беретін шығар деп тұрсам деп ойланып тұрады да. Мгм. Соған қарағанда мүмкін қыздар мені бір контентімді көргеннен кейін жаңағы ұрысып сөйлейтінім бар. Мгм. Содан кейін анандай қатыгез бірдеңе жазсам басымнан бір ұратын адам деп ойлайтын шығар. Қазіргі таңда интернетте бытовое насилие дейді ма? Мгм. Осы тақырып өте көп қозғалып жатыр. Бытовое А, насилие дегеннің айтпақшы қазақша нұсқасы бар ма? Тұрмыстық зорлық зомбылық па? Ол жай ғана прямой перевод сияқты. Негізі қазаққа тән нәрсе емес сияқты, ол бұрын қолданбаған сияқты ол нәрсені ше. А, Иә. Енді Сол ойға келіп отыр да. таңертең ғана маған бір қыз жазып жатыр да. Осындай бала шағам бар, күйеуім үйден шығармайды, жұмысқа шығармайды. Әйел адам дейді, тамақ істеу керек, бала қарау керек, жұмыс істемеу керек, үйде отыру керек. Және дейді, мен жаңағы әпкемнің үйіне қонаққа барып кетсем де, ол үйде жездең бар, неге барасың деп жаңағы қол көтереді дейді да, келсем. Мгм. Бұл бір интернеттен оқысаң не секілді да, біреудің қиялы секілді болып көрінеді маған, мен өзім ондайды көрмегендіктен ше. Бірақ Инстаграмнан қыздар сөйтіп жазған кезде мен не істерімді білмей қалам. Қалай көмектесемін, не істеймін, кәдімгідей теряюсь. Жаңа сен айттың ғой қиял деп. Менде шыны керек осы күнге дейін осы тақырып басталғанына бір 2-3 апта болды ғой, иә. Иә. Кәдімгідей көптеген блогерлер, танымал актерлар осы тақырыпты қозғап, әртүрлі қылып қозғап жатқан кезде еркектер ештеңе істемеу керек, ас үйге кіргізбеу керек деген кезде мен ойлағам, ары кетсе бұл бір-екі ақ адам айтып жатқан шығар, бұл әзіл шығар, бұл Иә. шын мәнінде бұндай болуы мүмкін емес қой деп ойладым да. Мен шынымен осы тақырып әлі күнге дейін қозғалып жатқан кезде шынымен бұл проблема бар екен ғой деп ойланып қалдым. Және сонымен қатар жаңағы
біздің ата бабаларымыз осындай болған, біздің еркектер ас үйге араласпаған деген сияқты пікірлерді көптеп естіп жатырмын да. Бір зат ойланып қалдым, осы 1-2 күн болды. Бірақ ол әшейін өзің іште болатын ой болады ғой. Сыртқа былай дауыстап шығарып көрмедім. Соны қазір бір оймен бөліскім келіп отыр да. Түсіндіре алсам әрине бірден. Мен былай айтқым келіп отыр. Негізі қазір біз анандай заманда өмір сүріп жатырмыз да. Инфополе көп. Мысалы. Ақпарат көп. Мысалы, бір үйде әйелі мен күйеуі жаңағы соцсеттерді қарап отырып, екеуінің рекомендация, яғни екеуінің қарап отқан ақпараттары бөлек болуы мүмкін. Екеуі бөлек жаңағы әлемде деп айтуға болады. Бөлек ақпарат қабылдап, бөлек әлемге көзқарасы да бөлек болуы мүмкін. Сондай кезде өмір сүріп жатқан кезде, ал телевидение, интернет айтпай қойын, телевидение жоқ заманда, сол кезде бүкіл адамзаттың ойы бір-ақ жақтан шығатын болған сол кезде. Енді сол кездегі ата бабамызбен қазіргі бізді салыстыру, ол өте бір дұрыс емес зат деп түсінемін да мен. Өйткені ол әйелді таңдаған кезде де, мысалы, бұрын қалай еді? Ата бабамыз кез келген бір әйелді бірінші рет көрсе де алып, бақытты өмір сүріп кететін. Неге? Ол да сол инфополеға байланысты. Өйткені екеуі бір-біріне жарасып кетеді. Екеуінің түсінігі бір деп айтуға болады. Екеуі бір ұғыммен, бір ережемен өмір сүреді. Діні бір, түсінігі бір. Ал қазіргі заманда бір блогердің өмірін үнемі қарап отырсаң, сен тура сол сияқты ойлайтын заман. Сен әйел таңдаған кезде қазір бұрынғыдай үйлене салуға да болмайды деп ойлаймын. Қазір кәдімгідей кездесіп, жақын танысып, ұзақ бірге жүретін заман деп ойлаймын. Мен көбінесе тарих пен салт дәстүрге жүгінемін. Дизайнда. Бірақ тәрбиеге келген кезде ол нәрсеге жүгінудің қажеті жоқ деймін. Өйткені ол заманның түсінігі мен қазіргі заманның түсінігі ол бөлек нәрсе. Жар таңдаған кезде де сол кездегі жаңағы Монгол деген кинодағындай тобығына, аяғына қарап таңдай сал дейді ғой. Ондай заман емес қазір. Қазір кәдімгідей ойлары, бағыты бір жерден шығу керек. Өйткені инфополе көп деп жатырмын. Сен екеуі бір рекомендацияны қарайтын адамдар бір-бірінен қосылу керек деген сияқты ғой. Менің мынандай сөзім бар да, Инстаграмдағы рекомендацияңды ашып көрсетші, сол кезде мен сенің кім екеніңді айтамын деп. Өйткені действительно рекомендация ол бет алды шықпайды ғой, адамның өзінің қарағанына байланысты. Неге қызығады, соны мына искусственный интеллект белгілеп алады да өзіне көрсетеді. Лайфхак. Қыздар, жігіттер жар таңдаған кезде соткасын ашып, рекомендациясын қараңыз. Егер оның ішіндегі көлік, үй, жаңағы пентхаус, қыз сондай нәрсені армандап отырса, рекомендациясында жаңағы мен тамақ істемеймін, мен сияқты қыздардың менің рекомендациям сондай. Мен тамақ істемеймін, менің жаңағы үй күтушім болады, көлік жүргізушім болады деген рекомендация болса. Ол нәрсені мысалы зерттеудің өзіне бір білім керек шығар. Сен әшейін рекомендациясын көрген кезде бірден түсінбейсің ғой. Түсінікті, рас айтам. В общем, қыздың рекомендациясын ашасыз, көресіз, өзіңіздікіне қарайсыз, салыстырасыз. Егер сіздің рекомендацияңыз жаңағы сапасыз контент болады ғой, юмор ниже пояса болса, қыздың рекомендациясы саморазвитие болса, ол қыз сізге жарамайды. Олар былай айтқанда екі түрлі деңгей, біреу жоғары, біреу биік деген сөз емес. Олар басқа поледа өмір сүреді. Өйткені анандай адамдар болады, бірін-бірімен замандас, жасты, бірақ сөйлесіп отырады да бірін-бірін бөлек тілде сөйлесіп жатқан сияқты түсінбей отырады. Ол не? Ол өйткені қалай айтсам болады? Мысалы келтіретін болсақ, университетте оқыған жас жігітпен өмір бойы 20 жыл бойы түрмеде отырған зекті екеуін отырғызып қойшы. Анау
по фени сөйлеген кезде анау білімді мәдениетті адам екеуін бірін түсінбей отырады ғой. Иә. Сол сияқты заманда өмір сүріп жатырмыз қазір біз. Кім қалай өмір сүргісі келеді, Иә. солай өмір сүру керек. Түк Араласқысы айтыңыз келсе, ас үйге араласқысы келіп тамақ істегісі келсе, былай айтқанда ол өз кайфы өзіне ғой. Иә. Істегісі келмей ма, әйеліне ұнамай ма араласпағаны? Демек, еркек әйелін ұрып жатса, сен үйден шықпауың керек, тамақ ас үйден шықпауың керек деп ұрып жатса, не істейді? Ол әйел не істеу керек? Түсінбедім. Еркек әйелін ұрады, мен жаңа айтып жатырмын мына кісінің жазған бойынша. Үйден шықсаң ұрады, ұрсады, даже әпкемнің үйіне жібермейді, жездемнен қызғанып дейді да. Ол әйел не істеу керек? Вот таңдап қойды сонда еркекті. Инфополиясы екі түрлі адам. Иә, әйел адам жұмыс істегісі келіп тұр, сыртқа шыққысы келіп тұр, еркек адам шыққанын қаламайды. Не істейді? Жауабын өзіңе айтып тұрсың ғой. Екі инфополе. Екеуін енді біріктіру керек. Анау анаған көрсету керек, қалай дұрыс бұрыс екен. Анау анаған көрсету керек. Екеуі бір мәмілеге келу керек деп ойлаймын. Неше түрлі әйел адам танимын. Шынымен мен танимын болғанда жаңа неден интернеттен ақ көріп отырсың ғой. Иә. Олар өздері айтып отырады, мен ұрады, мен соны қолдаймын дейді. Оларға не дейсің? Дұрыс емес сенің күйеуіңдікі, сені ұрмау керек дейсің ба мысалы? Сіздің ойыңыз қандай? Менің ойым дұрыс емес. Дұрыс емес. Болды, осы сөз шығара алмай отырмын ғой баяғыдан. Жақсы. Ұлыңызға не деп үйретесіз? Ал ыдыс жуу деп үйретесіз бе? Әкеңіз мен құйып берейін. Ой, бой. Ұлға өзім қай заман шай құюды ұмытыппыз. Мен өзімнің ұлыма, балама былай айтқанда ештеңе үйретпеймін. Үйтіп істе, бүйтіп істе. Ол губка ғой ол. Сен не істейсің, соны жасайды ғой. Сен қалай болып не істеп жүрсең, сол нәрсені жасайды. Сіз не істейсіз дейді? Тамақты да істеймін. Ыдыс аяқты да жуамын. Араласасыз, иә? Иә, араласам. Ой, қалай күшті, қызық, иә? Сырттан қарасаң, бұл кісі жаңағы, ей, қатын дейтін кісі секілді ғой. Классно. Сөйтіп, Хақназар әкесін көріп өссе, тоже сондай. Мен тиктокқа былай түсіргім келеді, менің де ұлым бар ғой. Жақында ойлап жүрмін, анау. Менің балам үйде жаңағы жұмыртқаны аршуды білет, турауды білет, жаңағы помидор, қияр деген секілді нәрселерді. Соны түсіріп, я хочу снять такой ролик. Я учу своего сына готовить и мыть посуду, чтобы твоя дочь была счастлива деген тренд бар ғой. Сол секілді ғой сіздің тәрбиеңіз, иә? Жақсы. Бағана айтқандай ғой, мен ұлыма келетін болсақ, мен ешқандай методика, интернеттен жаңа психологтардың әңгімесін тыңдамаймын. Қалай тәрбиелеу керек, ұлды қалай тәрбиелеу керек, әке қалай тәрбиелеу керек деп қарайтын болсаң, біреу қателеседі. Ол қайттан инфополе. Ол нақты жазылып кеткен заңдылық жоқ. Әркім өзі білет. Әр мәдениет әртүрлі тәрбиелейді. Ортақ нәрселер бар ғой, баланың келісетін жағдай. Өзіне деген сенімін сөндіруге болмайды, иә? Келісетін жағдайлар болады. Мысалы, тура мен жаңа айтып отқан нәрсе, мүмкін психологияда да бар. Сен өзің не істейсің, соны қайталайды деген сияқты. Бірақ ол қайтадан менің өзім логикаммен, тәжірибеме келіп, мен сол кезде ғана ол нәрсені қабылдаймын. Өзіңіздің логикаңызды айта кетіңізші. Былай ғой, мен баламмен ойнап жатамын ғой. Ойыншық ойнап жатқан кезде неше түрлі пистолеттер бар, тапаншалар, ойыншық. Соны бір рет анау батпайтын шарикпен ататын, жұмсақ нәрсемен ататын. Бір рет өзіне аттың ба, ол да саған атады. Содан ақ байқауға болады. Сен оған атпа, дуалға атта, қабырғаға. Тек осы жерге атуға болады деп айтып көрші, болды. Сен не істейсің, соны жасайды дегенім сол ғой. И содан кейін өзім логикамен, өзім тәжірибеме қарай тәрбиелеймін. Өйткені мына заманда әйелдің тәрбиесі онсыз да жеткілікті. Қазір байқасаңыздар, балабақша болсын, мектеп болсын, университет болсын, барлық жақта мұғалімдер, тәрбиешілер әйел адамдар. Ер балаға еркектік тәрбие жетіспей жүрген кезде анаңнан сұрашы дей берген дұрыс емес деп ойлаймын мен. Сен қатысуың керек, ер адамның, ер баланың тәрбиесіне сен көрсетуің керек, қалай өзіңді ұстау керек, өзіңнің мысалыңмен көрсетуің керек деп ойлаймын. Вот, тәрбиелемеймін дейсіз, тәрбиелеу керек екен. Ештеңе үйретпеймін деп айтып жатсыз ғой балаға.
Мгм. Спортпен айналысасыз ғой. Иә. Оны үйретесіз. Сөзбен үйретпеймін деймін да. Сен спортпен Іспен. айналысуың керек, сен Іспен. осындай етуің керек деген ол жай сөз оған. Керемет. Келсем. Мен жақында мынандай ақпаратты естіп жүрмін. Сол ақпарат маған ұнап жүр. Мгм. Спиральная динамика развития мышления человека деген болады екен. Бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый деп өсе береді екен. Мгм. Бежевый, фиолетовый уровеньдегі адамдар, олардың сана сезімнің деңгейі тек қана күнкөріс екен. Выжить, бір күндік тамағым, нәпақам деп қана өмір сүретін адамдар екен. Олар табиғатқа пайдамды тигізсем, қоғамға пайдамды тигізсем деп ойлана білмейді және сұлулықты көре білмейді. Яғни дизайнер интерьера ретінде сізге тапсырыс бермейтін адамдар. Олар өйткені дизайн дегенге мүлде хабары жоқ. Олар тек қана бүгін нанға ақша тапсам екен деп ойланатын адамдар да. Мгм. Келесі деңгейде басталады. Красный, синий деп әрі қарай өсе береді екен да. И сол оранжевый деңгейге жеткен кезде ғана адам сұлулықты көре бастайды екен. Сонда былай, оранжевый уровеньдегі адам ғана түсіне алады менің айтқанымды деп басталғым келіп отыр да. Былай екен, біздің үйдің ішінде интерьердегі жиһаз, мына жаңа қабырғалардың түсі, штордың, матаның, көрпе жастықтың сапасы, жаңағы түсі, формасы барлығы біздің психикаға әсер етеді екен. Мгм. Егер мына жерде мына қабырғада острый үшбұрыш уголдар өте көп, иә? Мгм. Сол секілді үйдің ішіндегі негізі столдарымыз үшкір, дивандарымыз үшкір, сондай бір темный цвета және үшкір формадағы, бір қатаң формадағы жиһаздар көп болса, ол адамның ішіндегі бір қаталдықты қалыптасуына ықпал етеді екен. Егер сен қатал адам болсаң, үйіңдегі формаларың жұмсақ болған кезде, сен үйге келген кезде расслабляешься екен. Мына жерде үстеліміз домалақ біздің да. Мгм. Сол секілді, егер сен слишком жұмсақ адам болсаң, дизайныңды жаңағы нелермен толтыр дейді, мынандай резкий фактуралармен. Мгм. Осы туралы естіп пе едіңіз? Естіп пе едің емес, мен үнемі айтамын ғой оны. Аха, Дизайн мен сәулет өнері тәрбиелейді деген сөзім иә. мағынасы осыда. Психология, иә, бұл да. Иә, бұл кез келген сәулетші, дизайнердің әліппесі деп айтуға болады. Мгм, Бұны жаңағы университеттерде үйретеді. мгм. Ә, сіздерге түсінікті болу үшін мен үнемі жақсы мысалға, дизайнер емес адамдарға мысалға келтіретін қағанат сияқты асханалар. Қағанатты байқасаңыздар, ол жердегі түстер, Мгм. жаңағы қанық түстер бар ғой. Жаңағы оранжевый, Иә. зеленый, лимонный, сап-сары. Соларды не үшін қолданады? Адам ана жерде комфортно көп уақыт отырмау үшін. Анау мысалы асханаға не ең маңызды? Орынды тезірек босатып кетуі. Иә. Сол үшін ол жерде отырған кезде өзіңді жайлы, ұзақ отыратындай сезінбейсің. Иә, бұл Сол үшін, пікіріңізді естігем. иә, сол үшін жаңағы дивандары да, столдары да ыңғайсыз. Ал менің күресіп жүрген басты идеологиям Мгм. ол сәулет өнері. Яғни біздің архитектура, біздің ғимараттар сол нәрсені үлкен бір құрал ретінде сәулет өнерін қолдана отырып, болашақ буынды ұлттық сезімді ояту. Яғни біз қарайтын болсақ, біздің архитектура ол сауатсыз немесе сауатты, бірақ кеңес одағының архитектурасы. Мгм. Ол сауатты, бірақ ол кеңес одағының идеологиясымен жұмыс істеп тұр. Адамның Олар психологиясына қалай әсер етеді? мысалы алатын болсақ, КБТУ ғимаратын білесіздер ма? КБТУ кәдімгідей үлкен колонналар. Иә. Соның астында жүрген кезде өзіңді бір құмырсқа, шібін, шіркей сияқты сезінесің. Төмен деңгейде. Ал соның ішінде отыратын үкімет, Иә. партия, совет одағын басқарып отырған адамдар үстіңнен қарап отырған сияқты. Соншалықты сол совет үкіметінің архитектурасы көп жерде бар. Мысалы айтатын болсақ, Қарағандыда жүрген кезде бір ғимараттың үстінде мүсіндер тұрды. Мгм. Сол мүсіндердің мысалы орыс нәсілді мүсіндер
олар жаңағы инженер, сондай бір мықты мамандарды жаңағы қолына қалам ұстаған, кітап ұстағандарды сондай қылып қойғанда, ал қолына қой ұстаған малшыны, домбыра ұстаған ары кетсе музыкантты қазақ қылып жасап қойған. Оның бәрі жаймен қазақтың миына әсер етіп, әлі біз орыстардан жаңағы орыстарды жоғары санауымыз бар. Ал мысал келтіретін болсақ, екі адам сенде жұмыс істейді. Біреу орыс, біреу қазақ. Сен дәтің орысқа ұрсуға бәрібір бармай тұрады, кішкене. Сен оны бәрібір сәл жоғары санап тұрасың үнемі. Жай ғана әшейін бір СТО бір нәрсені таңдаған кезде мен орыс дұрыс дейді, орыстың басы қатты істейді деген сияқты, оның нәрсенің бәрі жай ғана сәулет өнерінің өзі әсерін беріп жатыр. Сол нәрсемен күресу, яғни ол нәрсені жойып тастау емес, бұзып тастау емес ана ғимарат. Сонымен қатар біздің қазақи ғимараттарды соғып, одан да мықты идеологиямен соғып, сол кезде біздің қазақи рухымыз ояна беретін еді. Жан жағымызда қазақиланып тұрса. Почему-то хотела сіздің балалық шағыңызды сұрағым келді да. Біреудің балалық шағын айтып жатады ғой интервьюда бір жерде. Маған Ешқашан қызық. ойламаппын, өзімдікін айтып беру біреуге қызық деп ойламаппын. Жаңадан мысалы университет жайлы әшейін айта салдым басын. Оны 600 мың теңге төлемей, қалай мен scholarships деген, яғни 100% скидканы КГС-дан қалай алдым, одан кейін қалай жұмысқа тұрдым, ары қарай қызық қазір ойлап отырмын да. Айтуға болатын заттар бар, бірақ ол адамға қызық па? Сіз үшін ол жай нәрсе. А мен сияқты Семейден кеше базарда картошка сатып жүріп, қалаға көшіп келген қыз үшін қызықты. Эльзаттың қандай бойында қасиеттер бар? Мен сол секілді өсуім үшін. Сол секілді мен өзім ойлап отырмын да, оқырмандарға да қызық болар еді. Сіз секілді өскісі келген. Вы знаете, на нас всегда подписываются люди, біздің оқырмандарымыз, біз секілді болғысы келетін адамдар жазылады екен, көбінесе. Демек, менің ойымша ол қызықты оқырмандар. Енді комментарийде көріп отырған кісілер жаза кетіңізші. Адамның өткен қиыншылықтары қызықтырады мені. И сол кезде, сол қиыншылықта ол қалай жеңіп шықты деген жауап арқылы мен өзіме мотивация алам, шабыт алам. Осы тақырыпты аша алмадым, өкінішке орай. Жақсы, бұл менің алғашқы тәжірибем, бірақ мен өте бақытты болып отырмын. Рахмет. Керемет бақытты болып отырмын. Өйткені жаңағы сұрап аттыңыз, кеше кімдер сұрап жатты, қай тақырып қалай өткізесің, каналыңның аты қалай? Аты жоқ. Маған нужен бұл сам факт того, что мен отырмын жаңа қонағыммен, жүргізуші ретінде, айналамда барлығы камералар. Осы сәт орындалғанына мен өте қуаныштымын. Басқасы қалай өтті, солай енді комментарийден көреміз қалай өткен. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Бітті. Мен ожиданиям басқа болып кетті.